Қазақстандық топ-4 летсплейщиктер және олар айына қанша табады? Бүгінгі видеода айтамыз. 4-ші орын Кюбро. Ол өз каналына Free Fire прокачка, джекпот ашу және тағы басқа Free Fire туралы видеолар жасайды. Оның каналында миллион подписчиктен асқан. Кюброның әйелі және 3 баласы бар. Енді ол қанша табатын көрейік. Айта кетейін, Кюброның 2 каналы бар. Біріншісі Кюбро, екіншісі Q Family. Кюбро өзінің негізгі каналынан орташа есеппен $2000 алады. Ол 9000 теңгеге тең. Ал Q Family'дан $300, $144 теңге. Сонда ол айына YouTube'дан 1 миллион теңге алады. 3-ші орын Досымжан. Каналында тоже Free Fire түсіреді. Free Fire стримдер, Free Fire челленджер, шайқастар және тағы да басқа видеолар көп. Досымжанның баяғы негі Шелзи. Оның 2 каналы бар. Екіншісінде реакция және тағы да басқа ойындар өте. Алейкум достар, сіздермен бірге бұл мен Досымжан және менің қасымда Мистер Бист. Енді оның YouTube'дан қанша ақша табатын көрейік. Негізгі каналынан орташа $7000, ал екінші каналынан орташа $4000 алады. Сонда ол айына YouTube'дан $11000 алады. Яғни ол 5285198 теңге. Топ 2 Нұрчанел. Ол өз каналына GTA 5 түсіреді және сол ойыннан оқиғалар жасайды. Оны көбінесе бала көреді, сол үшін оның каналын детский контент деуге болады. Оның 2 каналы бар. Біріншісі Нұрчанел, екіншісі Нұрлайф. Айында оның YouTube'дан неше табатын көрейік. Негізгі каналынан айына $20000 алады, ал екінші каналынан $4000 алады. Сонда ол $24000. Ол 11.508.000 теңге. Ал енді топтың 1-ші орындағы Алик-KZ. Достар, сіздермен бірге Алик-KZ. Оның каналында 2.490.000 подписчик. Ол қазір неше түрлі ойындарға летсплей түсіреді. Roblox, Schoolboy Runway, Granny және тағы да басқа ойындар. Оның 3 каналы бар. Алик-KZ, Алик-KZ 2, Алик-KZ 3. Ал енді оның YouTube'дан қанша табатын көрейік. Алик-KZ негізгі каналынан $38.000, ал екінші каналынан $10.000, ал үшінші каналынан $5000. Бұл орташа есептер. Сонда ол $53.000. 25.414.000 теңге. Ебать!